сайт жасау бойынша клиенттерді қайдан тапсақ болады? Бұл сұраққа көп адам жауап іздейді, бірақ оның қалай болатынын білмейді. Мен сізге осы сұрақты қойғым келеді. Және қоймас бұрын осының бәрін түсіндіріп беретін боламын. Олай болса кеттік. Бізге ең алдымен клиентті қайдан табамыз деген сұрақтың орнына қалай емес, не үшін табамыз деген сұрақ қойғым келіп отыр. Себебі неге деген сұрақ жауап бере алсаңыз, қалай деген сұрақ автоматын табылатын болады. Алдымен сізге неге деген сұраққа жауап берейік. Сізге неге клиент табу керек? Себебі сізге ақша табу керек. Не үшін ақша табу керек? Себебі сізде мықты IT скилл бар. Сол арқылы ақша тапқыңыз келеді. Яғни сіз мықты мамансыз. Осы сұраққа жауап бере алдық және енді ары қарай кеттік. Сіз мықты IT мамансыз, бірақ сізге клиент керек. Ондай кезде біз не істейміз? Ең алдымен сізге мақсатты аудиторияны анықтап алу керек. Мысалға, сіз сайт жасайсыз, бірақ сіз шағын бизнестерге жасауыңыз мүмкін. Яғни магазин, ресторан деген сияқты маңызды нәрсені анықтап алуыңыз керек. Осындай. Егер сіздің аудиторияңыз үлкен болатын болса, корпоративті компаниялар және түрлі бизнес иелері болатын болса, мысалға Facebook деген сияқты. Facebook емес, үлкен ғимарат, офистер жалдайтын нәрселер, сондай бизнес иелерін көздесеңіз, сіз басқа аудиторияны таңдасаңыз болады. Алдымен сіз шағын бизнес иелерін таңдағаныңыз дұрыс. Себебі барынша сіз соларға сайт керек болатын болады. Себебі олар жаңадан ашылды және клиенттердің тауып жатыр, бірақ оларға масштабқа шығу керек. Бірақ шығу үшін сізге оларға сайт жасап беру керек болады. Ал оны табу үшін сіз оған ұсыныс жасайсыз, немесе олар сізге ұсыныс жасайды. Осы арқылы сіз жүйеге кіре аласыз. Ол қалай дейсіз бе? Ол былай. Сіз алғашқы клиенттеріңізді тапқыларыңыз келсе, осы жұмыс бойынша, сайт жасау бойынша, сіз алдымен онлайн сайттарды қарап көресіз. HintHunter немесе Upwork дейтін глобальный сайттарды қарап алсаңыз болады алдымен. Келесі қадам сізде адамдарға жазып шығасыз ручной, яғни сізге керекті аудиторияңыздың тізімін жазасыз, сол адамдарға жеке жазып шығасыз. Сәлем, менің атым Бекзат, мен веб-дизайнермін, мен сізге сайт жасау бойынша қызметін ұсынғым келеді. Егер сізге қызық болатын болса, мен портфолиомды көрсете аламын дейсіз, бәріне жазып шығасыз. Осы сізге екінші қадам. Себебі бұл екінші қадамға қостым, себебі бұл нағыз істейтін жұмыс қадам. Себебі менің басымнан өткен, мен осы адамдарға жазу арқылы мен көптеген клиенттерді ала алдым, бірақ содан кейін мен осы кәсібімді дамыту арқылы мен жеке бренд қалыптастырған болатын. Бұл үшінші қадам. Сіз егер сайт жасау бойынша клиенттеріңізді алғыңыз келсе, сіз жеке бренд қалыптастыруыңыз керек. Яғни түрлі экспертный видеолар немесе прикольный видеолар түсіру арқылы сіз нормальный подписчиктер жинайсыз, немесе подписчиктер саны маңызды емес, сізге главный контент, сізге шынайы адам екен ғой деген сияқты ой қалыптастырылу керек. Яғни халықтың сенімін алуыңыз керек. Сол арқылы сіз клиенттерді таба аласыз. Себебі клиенттер алдымен сайт жасау бойынша заказ беру үшін оларға сенім білдіру керек. Мысалы, менің басымнан өткен жағдай, мен жеке бренд дамытпай тұрып, мен клиенттерге жазғанда, олар маған біреуі былай жауап берген болады. Сәлеметсіз бе, біз таныс емес екенбіз, олай болса мен сізге заказ бермеймін деді. Бұл клиенттен кейін мен қатты ойладым. Демек, маған шынымен де жеке бренд қалыптастыру керек екен ғой деген ой қалыптасты. Себебі мен бұрын ойлайтын, жеке бренд қалыптастыру ол рекламадан ақша табу үшін деп ойлайтын, бірақ шын мәнінде бұлай емес екен. Әрбір адамға жеке бренд керек екен. Осы арқылы мен осы нәрсені түсінген болатын. Егер бұл видео сізге пайдалы болатын болса, лайк басып, видеоға комментарий жазып кетіңіз, себебі бұл басқа да адамдарға шығуына көмектеседі.